Менің пайымдауымша қазіргі қазақ 4 деңгейге бөлінеді. Бірінші, мәңгүрттік деңгейдегі қазақ. Ұлтының әдет-ғұрпы, салт-санасы, тілі, діні, имани құндылықтары бұларға жат. Ұрпағы кімге тисе де, кімді алса да, қай тілде сөйлесе де бәрібір. Бұлар әртүрлі діни ағымдарға кіріп, ұлт мүддесінен гөрі жеке басының һәм секталарының мүддесін жоғары қоятындар. Қысқасы, бұл қазақтарға бәрібір. Екінші, рулық деңгейдегі қазақ. Бір тұтас ұлт мүддесінен гөрі өз руының мүддесін жоғары қоятындар. Бұлардың түсінігінде өзінің руы қазақтың басқа руынан қадірлі, қасиетті, қолынан келген жақсылығын тек руластарына ғана жасағысы келетіндер. Қазақтың бір тұтастығы мен береке бірлігі бұларды аса толғандырмайды. Бір жақсысы әдет-ғұрыпты білет, қазақша сөйлейді. Үшінші, елдік деңгейдегі қазақ. Бұлар қазақ елінің болашағын ойлап, алаш арыстары Әлихан, Ахмет, Міржақыптардай қазаққа тән ар, намыс деген қасиетті ұғымды ту етіп ел үшін, ұлт мүддесі үшін қызмет етсек дейтін қазақтар. Шіркін, алдыңғы 2 деңгейдегі қазақтар да ұлты үшін ойланып, осындай сапалы қазақтардың санын көбейтсе, қазақ елінің болашағы жарқын болар еді. Төртінші, әлемдік деңгейдегі қазақ. Әлемдік деңгейде ел үшін қалтқысыз қызмет етіп, ұлы Абай данадай қазақ елінің атынан әлемдік өркениетке өзіндік үлес қосқан қазақтар. Бұл деңгейге әр қазақ талпынғаны дұрыс, бірақ екінің бірі бұл биікті бағындыра алмас. Кентау Назарбек.